қанша жыл болып шыққанына 12 жыл ма, иә, бәрінде бар сұрақ. Ол неге аниматрониктер олай тірі адам сияқты жүреді, неге өзі кіреді, қалай пайда болады өзі дегенім. Сол үшін толық историясын айтып бергім келіп тұр. Толық бір. Бұл желе бізде қазір бар желе болып тұр ше. Целых мультик по кино не болыңыздаршы. Сразу айтайын, FNAF-тың киносы бар, даже екеу. Мен ол киноны емес, именно ойында болып жатқан бүкіл секреттерді айтып шығамын. Өйткені ойындығы қайда қызығырақ. Сәлем сіздермен Надеу, миларыңыздың жарылуына дайын бола беріңіздер, шынымен айтамын. Кроват қайда? Кроват. Где-то 1970 жылдары Уильям Афтон мен Генри атты жігіт екеуі қосылып Presby's Family Diner атты кафені ашады. Кафенің ең атақты нәрсесі ол билей алатын, қозғала алатын, өлең айтатын аниматрониктер еді. Ең алғашқы болып пайда болғаны ол қоян Спринг Пони және Аю Фредбер. Сол жылдары Америкада аниматрониктер өте атақты еді. Бірақ именно осы қоян мен Аю адамдарға басқаша ерекше қатты ұнайтын. Енді өте маңызды информация айта алман, жақсы тыңдаңыздар, еске сақтаңыздар. Бұл аниматрониктер 2 в 1 болып жасалған. Өздері де робот болып қимылдап тұра береді, еще ішіне адам кіріп алса да болатын қылып жасалынған тұғын. Ішінде темірден жасалған қатты пружинасы бар. Соны ашса ғана болды, и вуаля, ішіне адам кіріп кете береді. Алайда соның ең ужас жері, ішінде адам бар кезде, егер адам қатты терлеп кетіп, үсті су болып кетсе, яғни ана аниматроникке су тисе болды, сразу пружинасы қысылып қалатын. Бұл дегені ішіндегі адамға темір тығылып өледі деген сөз. Барлық FNAF-тың ужас историясы содан басталады. Біліп жүріңіздер. Базында бәрі өте жақсы болды. Арадан 10 жылдай өттерде жаңағы 2 дос енді одан да көп ақша табайықта деп Fazbear Entertainment ашады. Басқа да көп аниматрониктерді жасайды. Мысалы Фокси, Чика и Бонни. Кстати, Бонни менің любимый аниматроникім. Сіздердікше. Аниматрониктерді жасайтын Генри жұмысқа беріліп кеткен сонша балаларына қарайтын уақыты қалмай қояды ғой. Сөйтіп марионетканы жасайды. Типа робот няня болып балаларға қарап тамақтарын беріп жүру үшін. Оның Шарлотта атты қызы да болған. Ал Уильямның болса үлкен бір ұлы мен кішкентай бір қызы мен ұлы болған. Ең маңызды балалардың бірі ол жылап жатқан бала. Оның аты кім екенін ешкім білмейді. Бәрі оны плачущий ребенок дейді. Папасы жұмыс деп қолы тимей жүргенде жылайтын баланы ағасы қорқытып жата береді ғой, үстіне күліп, басынан Фоксидің басын киіп алып, алдынан шығып қорқыта берген. Барлығы оны ой аниматрониктен қорқатын трустың ха-ха деп мазақтап жүрген. Бір күні бәрі кафеге келгенде ағасы тағы да інісін жылатып, оны енді вообще қорқытам деп көтеріп апарып Фреддидің аузына тығып қояды. Жаңа айтқанымдай аниматроникке сәл су тисе болды, темірі қысылып қалады. Дәл солай баланың көзінен аққан жас темірге тиіп, басын мыжып жібере салады ғой. Міне бүкіл FNAF-тың ужасы осыдан кейін басталады. Баласы больницада, ал әкесі оған жылап жүр. Генри, сен аниматроникті солай жасағанда менің балама ештеңе болмайтын еді деп, оның үйіне барып, оның қызы Шарлоттаны өлтіріп кетеді. Ал оның үйінде няня робот бар еді ғой. Жаңа айтқанымдай, ол сыртқа шығып алып қызды іздейді ғой, бірақ жаңбырдың кесірінен бұзылып бастайды. Сөйтіп, мына жақта өле жатқан Шарлоттаға әрең барып үлгереді да өшеді. Солай қыздың аруағы дәл сол няня роботтың ішіне кіріп кетеді. Солай бірінші болып аруақ аниматроник пайда болады. Ең бірінші болған тірілген аниматроник ол дәл осы марионетка Шарлотта болған. Соған қарамай екі дос барша жұмысын жасай береді. Пиццерия қалада өте атақты болады. Алайда Уильямға балаларды айтпақшы мен видеоны қарай тұрайын. Қалай видео жасаймын мен енді? Қалай жасаймын мен енді подписчиктерге видео? Пока кесірінен интернет басылмайды ғой. Именно балаларды алдап өту үшін жасалынған. Бір күні Уильям сол жерге қызымен бірге келеді. Қызына Бейбіге жақындама, жолама деп айтады. Алайда кімді бағана
өлтіру керек. Иә, өзінің қызын өзі өлтіріп алады да, қызының аруағы сол бейбидің ішінде қалып қояды. Сөйтіп папасы баламнан да, қызымнан да айырылдым деп ашқан жерін жауып тастайды да. Монстр сенде. Монстр. Сен мен жауып тастап, мен өлтіргің келе ма? Ішінде өлтіріп тастайды да, сол балалардың аруақтары ішінде қалып қояды. Балалар жоғалған соң монстр, сен қашып баратсың, а? Сен, өлексің. Өтір болып қалды. Мен айтпақшы, пышақ бар ғой. Балтамен өлтірем. Аниматрониктерді жөндеп, бірдеңе қылып жүргенде, бейбидің ішінде қарындасы бар екенін көріп, бүкіл балаларды өлтірген папасы екенін түсінеді. Бейби оны осы жерге алдап, шығып кетесің, уайымдама дейді да, қасына мына аниматроник келіп, в общем, жігітті өлтіреді де, енді наоборот аниматроник жігіттің денесінің ішіне кіріп алады да, сыртта біраз жүріп, әбден денесі шіріп кеткен соң, ішінен шығып кетеді. Но сонда да анау жігіт тіріліп кетсе бола ма? Мына монстр точно өлді ма? Өлген сияқты, бункерге кірейін-ау. Енді 1985 жылы тағы да басқа пиццерия ашылады да, анау аюң бар ма, чиккоң бар ма, бәрінің новый версияларын қояды. Біраз уақыттан соң ескілерін де әкеп тастайды. Меніңше жұмысқа ешкім таппады ма, Уильямның өзі түнде охранник болып жұмысқа тұрады. Сөйтіп күнде түнде оны аниматрониктер қорқытып, кошмарить етіп бастайды. Кейін ол шығып видео қарай тұрайын енді. Бірақ қалай видео қарасам болады? Менің өзі Уильям қорлап кетеді. Ақыры тағы да біраз балалар өлген соң, бұл пиццерияда жабылып қалады. Бірақ сонда да қоймай тағы да басқасын ашады. Оған алғашқы ескі аниматрониктерді әкеп қояды. Басында бәрі норм болып тұрған, аз еді. Ақыр соңында аниматрониктердің сасып кеткен ужас қой деп адамдар жалоба жасай берген соң, бұл пиццерияда жабылып қалады. Яғни монстр болып қалған жоқ па? Қана охранник қана қалады и все. Тірі зомби болған папасын таба алмай, ол да охранник болып тұрып алады да, алайда оны 7 күннен соң жұмыстан шығарып жібереді. Сасып кеткенсің деп. Уильям аниматрониктерді ашып, жинап, бұзып, жөндеп жүргенде, ішіндегі аруақ балалар шығып, оны қорқыта бастайды да, Уильям сары қоянның ішіне кіріп алады. Алайда күрженалары оны қысып қалып, Уильям аниматрониктің ішінде қан болып қалып қояды. Дәл солай ең бастысы монстр пайда болады. Монстр! Метро арқылы кетіп қалу керек. Тез. Бірнеше күн бойы түнде Майкқа айтпақшы, мына жерде яхта бар екен ғой. Майк барлық жаққа үй бар, ешкім қарамай анау тірі қалады ғой. Генри пиццерия ашады. Оның басты мақсаты бүкіл аниматрониктерді соның ішіне шақырып, жағып жіберу еді. И шынымен де соны орындайды. Бүкілін жағып өлтіріп тастайды. И бұл мына есік жауып қою керек. Басқалары да бар, білесіздер. Security Breach деген айтып, көп негізі бұл ойынды ойлап тапқан еркек аты есіне шығып кетті. Есіне комментарийде жазып жіберіңіздер. Фнафтың бұлай атақты болып кететін ол білген жоқ. Бұлай прям бүкіл әлемде Фнаф деп кететінімізді ол білген жоқ. Сол үшін ол ешқандай да история ойлап таппаған еді. Енді Фнаф бүкіл әлемде атақты болып кеткеннен кейін ему пришлось әртүрлі историяларды ойлап табуға. Короче, есік жауып қойдым. Достар, енді телефон қарай тұрайын. Қалай олар злодей болып кетті. Барлық историясы осы, бастамасы осылай басталған. Соны сіздерге айтып көрсетейін дедім. Ары қарай дальше жалғасып кете береді. Білесіздер, жылдан жылға Достар, бұл прикол болғаннан кейін прикол үшін жасалған видео болды. Короче, прикол үшін жасалған видео болды. Прикол болды. Короче, анау қорқынышты заттар істейтін адамдар өтірік істейді, сол үшін мен сіздерге көрсеттім. Сенемін демаш, қасымда інім Кауану жүр. Давайте.